Біздің келу себебіміз Жансұлу келініміз, біздің Сұлтан деген ұлымыз бар. Сол Сұлтан деген ұлымыз сіздердің Жансұлу деген қыздарыңызға екеуі қанысы тауысып, міне солың атына келіп атыңыз, мына қыз алып кетейік, құда болайық деп. Екі баламыз бақытты болсын, елдері сау болсын, ұстаған қолдары ажырамасын, 1000 жылдық құда болайық. Біздің бала сіздерге 100 жылдық күйеу болсын. Тек қана жақсылық болсын. Жаңа бізге бет жаңағы Ерсұлтан деген жігіт өші тамада. Сол жігіттің жолдасы босанып, ұл тауып жатыр екен. Біздің аяғымыз құт болып, міне жақсылық болып жатыр. Кішкентайың бау берік болсын, дені сау болсын, үлкен жігіт болсын, ұл екен. Құдай болса 20 жылдан кейін бізді үйлену тойына шақырын. Мына 1000 жылдық құда болайық, дендеріңіз сау болсын, аман болайық. Рахмет сіздерге, жаңағы Жансұлу құдай келінімізді бағып, қағып, тәрбиелеп, өсіріп, біздің қолымызға беріп отырсыздар. Рахмет. Екі балаңыз бақытты болсын, дендері сау болсын, өздеріңіз аман болыңыздар. Тек қана жақсылықта басыңыз жүрсін. Міне құда бақытты болсын, балалар бақытты болсын. Ой, тамаша, рахмет. Ниетіңізге, тілегіңізге рахмет. Қазақта бір керемет сөз бар. Келген қонақ